Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында оңай ғана дайындалатын творог рецептімен бөлісетін боламын. Және де алдағы уақытта да бұдан да басқа рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп алуыңызды сұраймын. Творог жасау үшін бізге сүт пен айран ғана қажет болады, яғни 1 литр айран алсаңыз 1 литр сүт аласыз. Менде видеода пайдаланып жатылған айраным сүтім кәдімгі тәтті айран мен тәтті сүт емес, яғни кішкене уақыт өтіп бара жатқан сүтпен қышқылданып қалған айран. Сонда да творогым өте дәмді шығады, яғни ысырап болмайды. Әрине тәтті айран мен уақыты өтпеген кәдімгі қалыпты сүтпен де жасай берсеңіздер болады, ол өз қалауларыңыз бойынша. Ыдысымызға сүт пен айранды құйып болғаннан кейін осылай жақсы біркелкі араластырып алып, отымызды қатты отқа қоямыз. Отта көп уақыт ұстаудың да керегі жоқ, бір қайнатсаңыздар болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сарысулары бөлінсе, біздің творогымыз дайын деген сөз. Бір бұрқытып қайнап болғаннан кейін отыңызды өшіріңіз. 1,5 сағатқа дейін суытып тұндырып қойсаңыз, дәл осы видеода көріп тұрғандағыдай бетіне суы бөлініп, астында тұнбасы тұнып тұрады. Енді суынан творогымызды бөліп алу үшін асқаналық осындай таза марлыңызды үлкенірек ыдыстың бетіне қойып, осылай сүзіп аласыз. Сүзгішпен сүзіп жатқан кезде қатты сығып, құрғатып тастамаңыздар, себебі құрғақ болып қалады. Енді қатты суы да болу керек жоқ, себебі суы ағып, жаман болып көрінуі мүмкін. Сондықтан ылғалды көлемде сүзіп алғандарыңыз дұрыс. Қазанның түбінде тұндырылып қалған творогты мен осындай сүзектің көмегімен толықтай суынан ажыратып алдым. Пайдаланылған сүт пен айранның көлемі шамамен 4 литр болды. Көріп тұрсыздар, 4 литрдан осыншама творог алынып тұр. Енді осы дайын творогымызға өзіңіздің қалауыңыз бойынша қантты қосып, араластырып, дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Әрине кез келген затты өз қолыңыздан жасап көріп жегенге не жетсін. Сол сияқты сіз де өзіңіз осы рецепттерді пайдаланып қолыңыздан жасап көріңіз. Берекелі мол болады және дәмі де сенімді, құрамы да таза болады. Және творогқа өзіңізде бар кез келген вареньені араластырып қосып жесеңіз, одан да дәмдірек болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай творог өте күшті шықты. Сіздер жасап көріңіз және лайк, комментарий батырмасын басуды ұмытпаңыз. Назарыңызға рахмет.